Түркістандағы Ахмет Яссауи университетінің жатақханаларында мыңдаған студент тұрады. Олардың жайлы әрі таза жерде ұйықтау үшін 20 жылдан бері Күлзира апай тынбай еңбек етіп келеді. Ол осында тұратын студенттің бәрін дерлік таниды. Түркі әлемінің түрлі елінен келген шетелдік жастармен де өз тілінде сөйлесе береді. Бізде қандай иностранецтер бар, жаңағы Түркменстан дейсің, Ауғанстан дейсің, Якутия, Тывадан келетін студенттер бар. Барлығын тіліменен, түркшені үйреніп алғам, орысшаны білем, жаңағы барлық неменен тіл табысып студенттерменен осылардың ортасында бар жас болып, өзіміз күшті болып, жаңағы сенеміз. Биыл келді, өздерінің бала шағалар бірінші курс, екінші курс болып келеді екен. Даже олардың бала шағаларында біз уже студентке қабылдап о жерде жатыр. Манат Молдалиева да осы салада 2002 жылдан бері жұмыс істейді. Оның міндеті тазалық қана емес, жастарды тәртіпке баулып, жауапкершілік ала білуге үйрету. Группамыз бар, бүкіл балдармен бір саттамыз, кірлерін бәрін айтып тұрамыз. Ойбай, пастелдерін ауыстырыңдар, қатты кірғымаңдар, ашылмай қалмасын. Бөлмелерін тазастаңдар деп, сондай ғой біздікі әңгіменің бәрі тазалық. Нелерін, жаңа мусорларын ішке тастамаңдар, сыртқа тастаңдар. Ұрсатын кезде өзіміз жайлап ұрсып аламыз, балдарымыз көтере береді. Жатақханадағы жайлылық, тазалық пен тәртіп осындай жанашыр мамандардың күнделікті қажырлы еңбегінің нәтижесі. Ал сіз жатақхана өмірін сағындыңыз ба? Естелігіңізді пікірге жазыңыз.